Оқушылар. Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп гимназия интернаты 5-ші сынып оқушысымын. Мен әкемнің жұмысынан келіп, сұхбат алуға келдім. Саламатсыздар ма оқушылар, менің есімім Жаппасов Басияр, мен дәрігер офтальмолог. Егер болуға қалай шешім қабылдадыңыз? Сұрағыңыз үшін рахмет. Негізінде осы мамандықты бала кезімнен армандайтынмын. Жаңағы мектеп бітірген кезде өзіме осындай шешім қабылдап, осы медицина саласына жоғары оқу орнына түсіп, маман есен қазір сол дәрігер болып жұмыс жасап жатырмын. Көз ауруларымен күресу үшін қандай жаңа технологиялар мен құралдар бар? Көз ауруымен күресу үшін көптеген технологиялар бар. Соның ішінде жаңағы лазер технологиялары, ультрадыбыстық зерттеу технологиялары және де қазіргі таңда медицина саласы жылдан жылға артып дамып келе жатқаннан кейін жаңадан шығып жатқан аппараттар біздің қолданысымызда көбейіп жатыр. Дәрігерге қаншалықты жиі бару керек және көздің денсаулығын сақтау үшін күнделікті өмірге қандай кеңестер берер едіңіз? Көз дәрігеріне қаншалықты жиі, жылына 1-2 рет. Көздің денсаулығын сақтау үшін ұялы телефон болсын, компьютер болсын, сол сияқты құрылғылардан бас тарту керек, немесе өте аз қолдану қажет. Сұхбатыңызға рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз балалар.